Қазақтарды жақсы көретін себебім өте бауырмал, қонақ жай, ешкім ешқандай жатырқамайды. Сен орыссың, сен қазақсың деп бөлмейді. Ешкім мені сен орыссың, сен анаусың мынаусың деген естіген жоқпын. Мен сыртымнан айтса айтатын шығар, білмеймін ғой енді. Бірақ көзімше ешқандай маған жаманшылық айтып, бір сенбеушілік болған жоқ ешқандай. Надежда Ивановна родилась в Москве. После окончания Второй мировой войны ее семья переезжает в Казахстан, Казалы, совхоз Буркиндию. 6-летняя девочка за короткое время подружилась с аульскими детьми и стала для них как родная. И стремясь выучить казахский язык, она ставит для себя цель и идет учиться в казахскую школу. Жас болдым ғой, кішкентай 5-6 болдым, ешқандай қазақша білмейтінмін. Қазалыға келіп, Қазалының Өркендеу деген совхозында болдық. Сол кезде менің көршім Күнсұлу деген қыз менен үлкендеу. Мен соны жақсы көріп, менің шашым тарап, өріп, қазақша үйретті. Мен оған орысша үйреттім. Сөйтіп қазақ тілін жақсы үйреніп алдым. Содан кейін өзіме мақсат қойдым ғой. Мен өскеннен кейін мұғалім болам. Және қазақ тілінен балдарға, қазақ балдарына қазақ тіл әдебиетінен сабақ беретін мұғалім болып шығам деп. Сол арманыма жеттім мен. Она становится невесткой в казахской семье в 20 лет. Хотя она была и русская, но исполняла все казахские традиции не хуже, чем казахские келинки. Мені жақсы қабылдады. Ол мынау орысау, мынау солы деген жоқ енді. Енді бұрыннан енді біледі ғой, мен де жұмыс істеп жүрдім, өйттім, таныс, Қазалы үлкен қала емес, Шам кішкентай қала. Ол кезде қазір енді үлкейді ғой. Келін болып түстім, бетім ашылды, бет ашары жасады, тойын жасады, жақсы қабылдады енді. Құда-құдағиларым өте тамаша кісілер болды. Өте жақсы туысқандай араласып кеттік, бірақ енді ол құда-құдағиларымда да қайтыс болып кетті. Өте жақсы, келіндерім де жақсы. Надежда Ивановна и Кинес Асамбаев воспитали 5 детей. Все женились и вышли замуж. Сейчас у них 12 внуков и 6 правнуков. 49 жасында жолдасым қайтыс болды. Содан кейін балдарымды оқыттым, өсірдім, үйлендірдім, ұлымды яға, қызымды қияға қондырдым. Өте жақсы өмір сүрдім. Бірақ енді қасымда жолдасым жоқ. Сол жері болмаса басқа жақсы. Қазір келіндерімде балдарым қазақ қызын алды. Ешкім мені сен орыссың, сен анаусың мынаусың деген естіген жоқпын. Мен сыртымнан айтса айтатын шығар, білмеймін ғой енді. Бірақ көзімше ешқандай маған жаманшылық айтып, бір сенбеушілік болған жоқ ешқандай. По словам Надежды Ивановны, чтобы Казахстан был сильным независимым государством, казахстанцы должны знать казахский язык. Тогда у государства будет сильный дух и вера. Всевышний подарил казахам очень красивый язык. Судьба казахского языка в наших руках. Қазақтарды жақсы көретін себебім өте бауырмал, қонақ жай, ешқандай жатырқамайды. Сен орыссың, сен қазақсың деп бөлмейді. Мен ислам дінін 9 жасымда қабылдадым. 9 жасымда қасымызда Панабек деген молда болды. Сол молда мені нетіп бауырына басып, басымнан сипап, сол мұсылмандыққа баулады. Содан бері мен мұсылманмын. Мен өзім ойлайым, екі жігіт тұрады, бір қыз бен жігіт тұрады, орысша сөйлесіп тұрады. Мен айтамай, өздерінің қазақ тілін неге айтпайды, неге сөйлемейді қазақ тілінен. Замечание жасаймын қызы. Ой, не дейді? Ой, не деме, айналайын. Сен қазақсың, қазақ тілін меңгеруің керек, қазақ тіліне бет бұруың керек. Сен өз ұлтыңды ұмытпа деймін. Өзге ұлтты да нетесің ғой, бірақ өз ұлтыңды, өз тіліңді, неңді ұмытпа айналайын
деп мен ақыл берем. Менің нем сол қазақ тілін жақсы меңгеріп, қазақ тілін ұмытпауға, қазақ тілін меңгеруге жастарды шақырам.